Құрметті ағайындар, тура бір айдан кейін біздің елімізде сайлау өтеді. Егер сіздерге әрі қарай мыңқау депутаттар керек болса, 5 минутта астанамызда Нұр-Сұлтан қылатын, одан кейін 2 жылдан кейін дәл сол депутаттар 2-3 минутта Нұр-Сұлтаннан қайтадан Астана қылатын, сондай биліктің ғана талабын орындайтын депутаттар қажет етсеңіздер, онда сайлауға қатыспаңыздар. Бірақ та осы жолы біздің елімізде бір ерекше сайлау болайын деп отыр. Өйткені 100 депутаттың 29-ы жалғыз мандаттық округ арқылы біздің мәжілісімізге сайланады. Ол деген не? Ол деген мен де алатын, намысын нанға айырбастамайтын, билікке бағынбайтын азамат-азаматшалар қатысады деген сөз. Қатысып та жатыр. Алматыдан, Астанадан, Ақтөбеден, кез келген облыс орталығынан. Сондықтан менің өтінішім, егер сіздер мыңқау парламентті қажет етпесеңіздер, мен бірталай сынға тартқам осы біздің парламентімізді соңғы 10 жылда. Сендер қуыршақ театрысыңдар, сендер қариялар үйсіңдер деген. Шынымен дәл солай болды, өкінішке орай. О жерде бір азамат-азаматша болған жоқ. Бәрі сол билікке тәуелді азаматтар отырды, өкінішке орай. Сондықтан біздің жартас, сол жартас. Сау жер жоқ біздің елімізде. Мысалға қазір мынау сайлау алды бағдарламамды жазайын десем, шынымен сау жер жоқ біздің елімізде. Бүкіл жүйе, бүкіл салада өзгеріс қажет. Ол өзгерісті тәуелсіз депутаттар арқылы ғана жүзеге асыруға болады. Оны ұмытпаңыздар. Сондықтан, құрметті ағайын, мен бармаймын, боса да билік өзінің істейтін істейді, боса да менің даусымды ұрлап алады, барғаным, не бармағаным ештеңе өзгерпейді деп ойлай берсеңіздер, шынымен ештеңе өзгермейді. Сондықтан 5 жылда бір рет қана болатын мүмкіншілікті пайдаланыңыздар, айналайындар. Тек қана өзіңіз емес, қасыңыздағы досыңызды, бауырыңызды, балаңызды, әке-шешелеріңізді сүйреп апарыңыздар. 1 сағат алтын уақытыңызды жұмсаңыздар. Сол 19 наурыз күні, жексенбі күні. Менің өтінішім, егер біз елімізді жарқын қыламыз десек, егер біздің елімізде жаңалықтар орын алсын десеңіздер. Сол 29 орынмен қатар бізде елімізде тек қана мәжіліске ғана емес, жергілікті маслихаттарға да депутаттарды сайлау өтеді сонымен қатар. Менімше, егер мысалға Екібастұз қаласында тәуелсіз депутаттар отырса, намысын нанға айырбастамайтын, айғайлатып бірнеше жыл отырса, онда мүмкін Екібастұз қаламыз қатып қалмас еді. Дәл солай мынау ЛРТ деген 2 миллиард доллар талап ететін жүйе. Егер Астана қаласының маслихатында тәуелсіз халық сайлаған депутаттар отырса, шынымен, онда да дәл солай бұл жоба ешқашан талқылауға да түспес еді. Ешқандай миллиардтаған доллар жымқырмас еді біздің шенеуніктер. Сондықтан біздің еліміздің болашағым әрқайсыңызға байланысты. 70% біздің мәжілістің партиялық тізім арқылы сайланады. Менің өтінішім, менің жеке ұстанымым. Мынау Аманат деген партия бар. Оның алдында Нұр Отан болған, оның алдында Отан болған. Менімше, сол партия біздің еліміздегі орын алған қантөгістерге тура байланысы бар. Жаңаөзенде болған қантөгіске 2011 жылы желтоқсанда. Одан қалды осыдан 1 жыл бұрын қаңлы қаңтарға байланысты. Қаншама біздің азамат-азаматшаларымыз қырылып қалды. Жоқ жерден бейбіт уақытта. Егер мен ойлаймын, сол қаңлы қаңтардың алдында жарты жыл бұрын батыстың депутаттары ұраныстас айғайлатса, үкіметке, біздің қоғамға, президенттің құлағына құйса, осылай болып жатыр, осылай газ қымбаттап жатыр деп, онда мүмкін батыстың халқы көшеге шықпас еді. Батыстан көріп басқа ауылдардың
елдердің, қалалардың азаматшалары көшеге шықпас еді. Қан төгілмес еді. Сондықтан, менімше, демократиялық жүйені біз құрамыз десек, тәуелсіз депутаттарды қолдауларыңыз қажет, құрметті ағайындар. Сондықтан, мынау әлгі аманат болып шыға келген баяғы Нұр Отаннан сайланып жүрген жезөкшелерді, саяси жезөкшелерді сайламаңыздар. Дәл солай Ақ жол деген партия бар, олар да саяси жезөкшелер. Назарбаев кеткенде әлгі Перуашев бейшара жылады. Айналайын, сенің саяси қарсыласың, ең үлкен партияны басқарып отқан азамат отставкаға кетіп отыр. Сен қуануың керек сол жерде, жыламас емес. Сондықтан бұл аманат деген, Ақ жол деген, тағы басқа неше түрлі партиялар, жаңадан да құрылған партиялар, олар бәрі биліктің қуыршақтары. Сондықтан тым болмаса, бұл жағдайда түсінікті ғой, бәрі қуыршақ екен. Соның ішінде ауыл деген партия бар. Бәріміз де енді ауылдан шыққан балапандарымыз ғой. Сол ауылға тым болмаса дауыстарыңызды беріңіздер. Ешқандай аманат Ақ жолға бермеңіздер дауыстарыңызды. Менің жеке өтінішім. Жалпы, бір айдан кейін, 19 наурыз күні, тағы да қайталап өтейін, айналайындар, ағайындар, аға әжелер, ақсақалдар, бауырлар. Алтын уақытыңызды қиып, әрқайсыңыз өзіңіздің сайлау учаскелеріңізге барыңыздар. Құдайға шүкір, қазақ елінде мен де алатын азаматтар бар. Намысын нанға айырбастамайтын азаматтар бар. Сол азаматшаларды әрқайсыңыз білесіздер. Сол азаматтарға дауыстарыңызды беріңіздер аямай. Сонда біздің еліміз өзгереді. Сонда біздің парламентке, біздің мәжілістерге айғайлатып, шындықты айғайлатып айтатын азаматтар келеді. Еліміз өзгереді. Мен оған кәміл сенемін. Алға Қазақстан!